Не ұнамады? Әркім өз-өзімен отты деп атам. Бұл европейский стиль десем, жоқ олай онша емес, надо было тамада, ойындар істеу керек еді дейді да. А мен наоборот, ондай ұнамайды. Тамақ жемей айтар. А мне кажется, наоборот, намного лучше, когда в европейском стиле адамдар бір-бірімен танысып, өз-өздерімен жүріп, сторис, контент араласып жүрген, мне кажется, лучше, чем андай ыстықта тамадаларын шақырып, ха-ха болып, біреулер жүгіртіп, ойнап тиісіп. Ондай тойский стильде я не хотел. Тамадалар мен қалаған жоқпын, Моля қалады. И қазір онша емес бол деп айтып жатыр. Мне кажется, наоборот, бәрімізге ұнады. Осыға сөйлеп кеттім. Біз андай той жасаған сияқты отырып қойдым, 300-400 адамға. Бүгін бізде день X. Қазір салонға келдім, шаш макияж жасатуға. Бүгін балапанымыздың қыз немесе ұл екенін білетін боламыз. Сіздерге осылай барлығын бөлісіп отырайын. Сырыңға барамыз. И дәл бүгін менің аяғым ауырып қалыпты. Неден екен білмеймін. И сонымен жүре алмай жүрмін. Біз көреміз енді барлығын. Не айтатынымды білмей қалдым. Әңгіме жоқ ол. Күн бүгін қорқып едік, погода қалай болады екен, жаңбыр бола ма деп. Күшті болып. Ниетіміз ғой, ниетіміз десең. Кеттік. Что ощущаете? Волнение бар ма қалай? Қатты емес негізінде. Бірақ, білмеймін, кім екен деген ой бар. Бірақ 90% ұл деп ойлап тұрмын ғой енді. Қыз болып кетсе ше деп. Достарым, айтылған уақыттан кешікпей келіңдер. Кешігіп қалып, кеш атылып жүрмесін. Кеш атылып жүрмесін. Кешікпей келіңдер. Қазақтар кешігіп келеді ғой. Кешікпегендер, күтеміз. Қызық болады. Ішке қарай емес пе еді ғой, ішерге деді па? Не знаю даже, как лучше. Қалай саған сен соқты көрпесі ғой, қайсы әдем көрініп тұр? Ну вот так снаружи красивее, наоборот. Хорошо, онда сол жерде бола берсін. Неден екен? Табан бірден шағылған жоқ. Азында тұрсам, тұра алмайым. Ішіп тұр ғой. Как қабық қайтпе мен. Кешеше ұрмаған сақтым. Или салмағым көтер алмай атыр өзі. Достар, біз ресторанға келдік. Мен негізі маңызды күндерде шашымды всегда жаямын. И бірінші рет қазір жинап жатырмын. Өйткені жинасам сіз сезінем ба бірдеңе. Бірақ көйлегіме жинау керек болды. Сонымен осылай жинап қойдым. Қалай сіздерге? Жарасып тұр ма? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Иә. Қараңыздар, күшті жері. Локацияны күшті жерден таңдадық. Осындай бір андай сыртта, осындай әдемі жерде жасағымыз келген. Баста тауда деп ойладық. Осында жасадық. Міне, таптық десең, достар жатыр екен, қараңыздар. Қонақтарды қазақтар төртте келеді, сол үшін үшке шақырдық. Негізі сол төрттерде бастайтын шығармыз. Қазір ен жасалып жатыр екен. Ешқандай сияқты ма не біледі. Мына жерде адамдар тұрса, иә? И біз мына жақта тұрсақ, атылса, әдемі болады. Саламатсыздар ма? Мына үст жағында тағы шар бола ма? Бәсе? Хорошо. Ой. Қазір мына жерде фуршет болады. И естелікке суретке түсетін фотобудка болады. Қонақтарым үшін бәрін істедік деп жатса, өзінде болып жатса, иә? Ой, мен жігітім жүр. Розы киіп, мен розы көйлек таппай қалғаннан кейін. Салем. Ты что такая красивая? Всегда әдемі ма? Мақшы болайықшы? Қанбаш отыр. Үш жарымда келмейді адамдардың бәрі. Үште жайлап жиналады. Әдемі ғой? Иә. Колонка жоқ. Колонка бар ғой. Фуршет қазір 2-де келеміз дейді. Иә, тамақшы болайықшы. Бізде кішігірім дайындық. Дәл қазір 1 сағат қалды. 1,5 сағаттан кейін уже адамдар келеді. И 1-2-3 сағаттан кейін уже баланың жынысын білеміз, иә? Неге біздің образдарымыз, неге Айс Розовый, Моля көп десеңдер, примерно кім қандай баланы қалап тұр дегенде ғой, короче. Түсіріп жатыр әйтеуір. Әркім өзінің жағдайын жасап жатыр. Ойбай. Дайындық. Бізде эмоцияларға дайындық. Раз, два, три. У вас будет девочка.
У вас будет мальчик. Жақап, ол болып қалса ше қуасың ба? Кім болса да аман болсын. Ертең көрсе ренжиді ғой. Көрмейді ғой енді. Папам қуанбаған ба? Бізде қазақтарда ұлға қуанатын еді. Енді қыз андай қылықты, тәтті, папасы сияқты сүйкімді. Жігіт болса мамасы сияқты андай. Что? Папа ақша берші. Папа мен көшеге. Кім болса да аман болсыншы. Маме сен. Ожидание чуда. Моя девочка. Жақ қайда қоямыз мана? Ана жаққа ше. Нені? Мынаны ше, мына жерге қойған дұрыс сияқты. Мына алдында дұрыс ау, иә? Иә. Или мына оң жағына. На, былай тұрамыз, қайке. Қанан қарасың? Неше адамға? 20 адам ба? Қыз болса мен? Мына кезде менің мысым көбірек еді ма? Андай взгляд ондай серьезный болып тұрмын ғой. А ты как здесь добрее была. Сейчас все наоборот. 40 адамға шығады ғой, иә? Шығу керек. Болды. Давай, Жан, тренировка. Миру, қалайсың? Екеуімен серке самады очередте. Адам көсің ғой да? Жиналып қалдық бәріміз. Жасар келді. Біздікілерден Әсер келді. Біраз адамдар жүр, сізде танитын. Әйгерім бар мына қалайсыз? Мына Аружан бар. Қалайсыз? Мен ол деп ойлаймын деп сразу. Мен ол деп ойлаймын. А мен қыз деп ойлаймын. В общем, қыз ол деген нәрсені деп жатыр. Мен қыз дедім, білмеймін. Қыз деп ойлайтындар өте аз екен, ол деп ойлайтындар көп екен. Мәссаған жұмысын анықтайтын уақытқа келді. Бәріміз күтіп тұрмыз. Қазір ол болса бәріңе жүзімнен қойып беремін. Жандарым. Аман сен болсаң маған бұйырса. Мен ұтылдым ба не оны? Ұстаймын. Бәріне ұтылдым ғой. Спорт еткеніміз есіміз